Бәріне қолымды бір сілте. Марк Мэнсон, әлемдік бестселлер. Бірінші бөлім. Тіпті әуреленбе. Чарльз Буковский маскүнем, нәпсіқұмар, дөрекі, ашкөз, жалқау, құмар ойынға тәуелді адамдардың бірі еді. Байқап отырғанындай, ол барлық жағымсыз әдетті бойына жинаған жан. Егер біреуден ақыл кеңес сұрағыңыз келсе, әрине ол жер бетіндегі сіз жүгінетін соңғы адам болар еді анық. Немесе сіз тіпті оны берекет өмірін жұртқа кеңес беретін кітаптарға мысал ретінде келтіріп, кейіпкер қылып алуға лайықты ең азғындаған адам деп ойлауыңыз мүмкін. Міне, сол себепті де бәрін осыдан бастайық. Негізгі Буковский жазушы болғысы келген. Алайда ондаған жыл бойы оның шығармасын бірде-бір ақпарат құралдары, газет, журнал, агенттіктер мен баспагерлер қабылдамай кері қайтарып отырды. Баспағаны былай тұрсын, тіпті оның жұмысын түкке тұрғысыз деп есептеп, мүлде іске алғысыз қылып тастады. Шалағай жазылған, көркемдіктен жұрдай, сұмдықты азғындыққа толы деген пікірлерін айтты. Сонымен қоғамда өзін қабылдағысы келмейтіндер көбейген сайын, ол сәтсіздіктеріне күйініп, ішкілікке салынды. Өкінішке орай, ғұмырының біраз бөлігін солай өткізді. Буковский почта бөлімінде хат тасушы болып жұмыс істеді. Онсыз да мардымсыз еңбек ақысының біраз бөлігін ішімдікке жұмсап, қалғанын ат бәйгесіне ұтысқа тігіп, ипподромда ұтқызды. Түні бойы жалғыз отырып арақ ішіп, кейде тозығы жеткен жазушы машинкасымен өлеңдерін теретін. Түнімен ішкендіктен әбден мас болып, есін білмей еденге құлаған күйі ертесіне сол жатқан орында оянатын. Осылайша 9 жыл өмірі ырду-дырдумен мағынасыз өте шықты. Бұл жылдарының басым бөлігін маскүнемдікпен өткізіп, есірткі мен құмар ойындары, қала берді жүзікшілерге арнаған. Жасы 50-ге келген шағында сансыз сәтсіздіктерінен кейін шағын ғана жекеменшік бір баспаның редакторы аяқ астынан оның шығармашылығына қызығушылық танытады. Редактор әрине оған көп ақша ұсына алмады. Тіпті кітабының бірнеше мыңдық сатылымын да уәде еткен жоқ. Әйтсе де, маскүнем бейбаққа іші жылып, өзіне жақын тартып, тәуекелге бел буады. Бұл Буковскийдің осы уақытқа дейінгі істеген алғашқы, бәлкім жалғыз талпынысы болар. Сонымен Буковский редакторға: менде 2 таңдау бар. Соның бірін таңдауым керек. Біріншісі, почтада тағы жұмысымды жалғастырып жынданып кету, ал екіншісі, осында қалып жазушы болу. Ал мұндай жағдайда аштан қалатыным анық. Алайда мейлі аш болсам да болармын. Мен осы соңғы жолды таңдадым, деп жазды. Келісімге қол қойылып, Буковский алғашқы романның 3 аптада жазып шықты. Роман жай ғана емес, почта бөлімшесі деп аталды. Кітаптың кімге арналғандығы туралы жазылатын жерге ешкімге арналмаған деп жазды. Бұл еңбегі Буковскийді жұртқа жазушы әрі ақын ретінде танытты. Сол жазғаннан кейін тоқтай алмай 6 роман мен 100 өлеңнің жарыққа шығарып, кітабының 2 миллион данасын сатты. Оның танымалдылығы өзі күткен бар үміт сенімінен асып түсті. Буковскийдің әңгімелеріне ұқсайтын хикаялар біздің мәдени баяндаудың тізесі шыққан тақырыбы еді. Буковскийдің өмірі Америка арманынан бейнелейді. Адам қалаған нәрсесі үшін күреседі. Ешқашан берілмейді. Ақыры аңсаған арманына қол жетеді. Бұл шығуы күтіп жатқан дайын фильм. Бәріміз Буковскийді секілді оқиғаларды көреміз де, көрдің бе, ол ешқашан еңсесін түсірмеді, талпынысын ешқашан тоқтатпады, әрқашан өзіне сенді. Ештеңеге қарамастан бәріне тәуекел етіп, ақыры өзін көрсете білді дейміз. Бірақ Буковский қабыртасындағы эпитафия былай деді: тіпті әуреленбе. Көрдің бе, миллиондаған кітабы сатылып, атақ-даңққа бөленсе де Буковский бейбақ болып қала берді. Оның өзі де білді. Ал ол жетістікке жеңімпаз атануға дейін ынтасына емес, өзінің жол болған бейбақ екенін біліп, кейде оның ағынан жарылып жазғаннан кейін кенелді. Ол әлдекімдерге еліктірген жоқ, өзінен басқа ешкімге болуға тырыспады. Буковский шығармашыларының кемеңгерлігі адам төзбес қиындықтарды еңсеріліп, не болмаса жарқыраған шамшыраққа айналуы да емес.
онда бәрі керісінше болды. Ол өзіне, әсіресе өзінің ең осал жақтарына кәміл адал бола алды және өз кемшіліктерін жалтақтамай, күмәнданбай басқалармен бөлісті. Бұл Буковский табысының шынайы бейнесі, өзінің жолы болмаған бейбақ екенін мойындауы. Буковскийдің табысқа түкіргені бар. Атақ-даңққа бөленгеннен кейін де ол поэзиялық кештерге барып, тыңдармандарын ұрып-соғып балағаттап кемсіткен. Газет беттерінен қайта-қайта көрініп, тапқан әйелдерінің бәрін төсекке сүйреледі. Атақ пен табыс оны жақсы адамға айналдырған жоқ. Немесе керісінше, жақсы жағынан өзгергеннен кейін ғана даңқты шығып, табысты болмаған. Өзін өзі келемелдеу мен табысты болу көбіне қатар жүреді. Алайда бұл екеуі бір ұғым дегенді білдірмейді. Бүгінде біздің мәдениет бақыттырақ бол деген реализмге жуымайтын позитивті үмітке ынта-шынтасымен беріліп кеткен. Денсаулығын мықтырақ болсын, басқалардан озық бол, ақылдырақ, жылдамырақ асқан дәулетті, өте тартымды, атақтырақ, табысқой бол. Басқалардың қызығушылығын көбірек туындайтындай және жарнамаға неғұрлым көбірек шығуға талпынып, мінсіз әрі жұрт таңғаларлықтай бол. Әр таң сайын таңғы ас алдында 12 қараттық алтын кексектерін мүсіндеп, селфи жасауға дайын тұрған жабайынмен әрі жарым жасар баланың бетінен сүйіп қоштас. Содан соң тікұшағыңмен күні бойы тынбай еңбектенетін ғажап кеңсесіне барып, күндердің бір күні ғаламшарды құтқарып қалатын маңызды шаруаларға кірісуін керек. Бірақ бір сәтке тоқтап, бұл туралы байыппен ойланар болсақ, әдеттегі өмірлік кеңестердің өмір бойы естіп келе жатқан өзіне көмектесу туралы позитивті, жағымды кеңестің бәрі бізге жетпей тұрған оқулықтарға шырмалып қалған. Ол өзінің мойындап қалған жеке меншіктерін мен сәтсіздіктеріне шоғырланып, содан кейін оларды сен үшін ерекшелеп береді. Ақшан жеткіліксіз екенін сезгендіктен ақша табудың тиімді амалдарын үйренесің. Өзіңді әдемі де көрікті жанның қатарына қоспағандықтан, айнаның алдында тұрып алып, мен әдемімін, асқан, ажарлымын деген сынайды аффирмация айтасың. Өзіңді сүюге болмайтынын сезген сәттен бастап кездесу мен қарым-қатынас кеңестеріне құлақ түре бастайсың. Өзіңді бұрынғыдай табысты сезінбегендіктен, қалайда табысымды еселендіреді деген үмітпен түкке тұрғысыз визуализация жаттығуларын жасайсың. Бір қызығы, мұндай позитивке жақсырақ, жоғарырақ нәрсеге жабысып алу біздің кім екенімізді, өзімізге не жетіспейтінін, қандай болуымызды керектігін, бірақ бола алмай қалғанымызда қайта-қайта еске түсіру беру үшін ғана керек. Әрі беріден соң шын бақытты адамға айнаның алдында тұрып алып, өзінің бақытты екенін қайталап айта берудің керегі де жоқ. Бақытты ма? Бақытты, бітті. Техаста ең кішкентай ит бәрінен қатты үреді деген мәтел бар. Өзіне сенімді екенін дәлелдеп жатпайды. Дәулетті әйел біреуге өзінің бай екенін дәлелдеу керек деп сезінбейді. Сен не барсың, не жоқсың. Егер үнемі бір нәрсені армандай берсең, онда өзіне сен ондай емессің деген ойсыз шынайылықты қайта-қайта тана бересің. Барлығы да, тіпті телевизиялық жарнамалар жақсы өмірдің кілті, жақсы жұмыс, сенімді көлік пен әдемі қыз, немесе балаларға арналған үрлемелі бассейндегі гидромассажды ванна екеніне сенгенді қалайды. Мына әлем тамаша өмірге апарар жол үшін неғұрлым көбірек еңбектегеніңізді қалайды. Көбірек сатып алу, көбірек иелік ету, көбірек табыс болу, көбірек ләззат алу деген жағы талмай қақсай береді. Ананы ал, мынаны ал деген хабарлар легі еш толамастай қарша борайды. Әріптестеріне қарағанда демалысыңды жақсы өткіз деп теледидар ал. Көгалды безендіруге арналған керемет нақыштағы ою-өрнекті сатып ал. Селфиге арналған дұрыс таяғын болсын. Неліктен? Меніңше затты неғұрлым көбірек алсаң, бизнеске де соғұрлым жақсы сияқты. Табысты бизнеске қарсылығымыз жоқ. Бірақ шектен тыс көп нәрсе алу біздің психикамыздың саулығына зиян. Бұл бізді жеңіл-желпі жалған нәрселерге тым үйірсек болып, өмірізді бақыт пен рахат сағымына қуып,
жеткізуге итермелейді. Жақсы өмірдің кілті дүниені мейлінше көбірек алуда емес, аз алсаң да есесіне ең қажетті, маңызды нәрсені ғана ала білуде. Тамұқтан шыққан тұзақ. Біздің миымызда мүмкіндік берсең, есіңнен адастырып жіберетін жымысқы ілмек бар. Мынадай жағдайда саған да таныс шығар. Өмірінде біреумен бетпе-бет келіп, қалғанына мазан кете бастайды. Бұл беймаза ой сені жегідей жеп, неліктен сонша мазам кетті деп бас қатырасың. Мазан кеткеніне енді шын мәнінде мазасыздана бастайсың. Екі есе мазасыздануды ал. Енді уайымына мазасызданып, одан әрі мазасыздана түссін. Болшы жылдам беске қайда. Әлде ызақ қорсын ба? Тек ашуланатын шырт етпе шығарсын. Бәлкім осы жағынан қиындық туындап жүрген болар. Өзін ақымақ, мағынасыз деп есептеген нәрселерге ызан келіп, бірақ неліктен ашуландыратын түсіне алмайсың. Ашуға тез бой алдыратының сені бұрынғыдан бетер ызаландырады. Осындай ұсақ түйекке үнемі долданып, жүру сені жеңілтек арсыз адамға айналдырып жібергенде түсінгенде оны жек көресің. Қатты жек көргенің сонша өзіне ашулана бастайсың. Ал енді өзіне қарашы, тез асушан болғаның үшін ызаланып, енді оған ашуланасың. Құрып кетсін бәрі, біреуді жұдырықтап алсам ғой, шіркін. Немесе үнемі дұрыс нәрсені ғана істеуінді уайымдай бастауын мүмкін. Енді сол уайымына мазасызданып, уайым үстіне уайым жамалады. Әйтпесе керісінше, әрбір қателігін үшін өзіңді кінәлі сезінесің. Өзіңді айыптай жөнелесің. Я болмаса жиі мұңға батып, жалғызсырайсың. Жалғыздығын есіне түскен сәтте бұрынғыдан бетер жабысып, қайғын тереңдей түседі. Тамұқтан шыққан тұзаққа қош келдің. Кететсе, сары уайымға салынуға бейім шығарсыз. Тіпті қазірдің өзінде, Құдай-ай, неге мен үнемі тұзаққа түсіп, содан шыға алмай жүрмін? Не деген жолы болмаған бейбақ едім. Осымен тоқтауым керек. О, Құдайым-ау, өзімді бейбақ деп атаған сайын, жолы болмаған байғұс сезіне түсінемін. Демек, өзімді жолы болмаған бейбақ деп атанғанды доғаруым керек. Қап, тағы айтып отырмын ғой. Көрдің бе? Мен жолы болмайтындай бейбақпын. Деп түніліп отырған шығарсыз. Сабыр сақта досым. Күйсен бе? Бұл адам болу сұлулығының бір бөлігі. Әу баста жер бетінде сенімді ойлай алатын жануарлар аз болған. Бірақ біз адамдар өз ойымыз туралы ойлай алатын нығметке белгіленгенбіз. ютубтан Майли Сайрустың видеолары тамашалап отырып, бірден ютубтан Майли Сайрустың видеоларын көргісі келген не деген ақымақ едім, деген ойға берілесің. Біздің санамыз неткен ғажап еді. Тағы бір проблема бар. Бүгінде біздің қоғам тұтыну мәдениеті мен бері қара, менің өмірім сенікінен керемет дейтін әлеуметтік желінің ғажайыптарының нәтижесінде мазасыздық, қорқыныш, өзін кінәлі санау сияқты басқа да сондай негативті сезімдерді сезіну мүмкін, дұрыс емес деп есептейтін адамдардың тұтас бір буыны пайда болды. Айтайын дегенім, егер Facebook желісінде көз жүгіртсең, ондағылардың бәрі уақыттарын керемет өткізіп жатыр деген ойға қаласың. Қарашы, бұл аптада 8 адам шаңырақ көтеріпті. Ал теледидарды қоссаң, онда 16 жасар қыздың туған күніне Феррари алғанын жар салып жатыр. Немесе кішкентай баланың дәретхана қағазы таусылып қалғанда дереу жеткізіп беретін қосымша ойлап тауып, одан 2 миллиард доллар тапқанын айтып, елдің шулап жатқаны. Ал сен болсаң, құр босқа сандалып жүрсің. Қолынан келер қайран жоқ. Дегенмен, сенің өмірін өзінің ойлағанынан бетер қайрандап қалған. Тамұқтан шыққан тұзақ көбімізді шектен тыс күйгелікке, өзімізді соншалықты жек көруге итермелеп, шекаралық эпидемияға айналады. Атам жас кезінде өзін жексұрын сезініп кетсе, былай деген: құрып кетті-ай, бүгін өзімді сиырдың жапасы сияқты сезініп тұрғанымды қарашы. Бірақ өмір деген осы ғой. Қой, барып шөп жинап шөмеле үйіп тастайын. Ал қазірше өзімді 5 минут жексұрын сезініп кетсем болды. Бақыттан басы айналған, өмірі керемет адамдардың 350 фотосуретінің астында көміліп қаласың. Әрине, мұндайда кім өзін жақсы сезінеді?
Дәл осы соңғы сәт сені қиындыққа шырмап тастайды. Біз өзімізді біртүрлі нашар сезінеміз. Өйткені өзімізді соншалықты жаман сезінеді емеспіз бе? Өзімізді кінәлі сезінгеніміз үшін өзімізді кінәлаймыз. Өзімізге ашулы болғанымыз үшін ашуланамыз. Мазасызданғанымыз үшін мазасызданамыз. Маған не болды өзі? Міне, осы үшін бәріне қол сілтеп жүре беру маңызды. Әлемді осылай ғана құтқарамыз. Ол әлемнің боққа былығып жатқанын және оның қалыпты жағдай екенін, себебі бұрында солай болғанын, әрқашан солай бола беретінін мойындап барып құтқарамыз. Бәріне көзіңді жұма қарасаң, сен тозақтан шыққан тозақты тұйықтап тастайсың, өзіне өзің. Өзімді жексұрын сезініп тұрмын, енді қайтейін. Онда кімнің қандай шаруасы бар дейсің. Сол сәтте біреу ғажайып таяқшаны сілтеп қалғандай, өзіңді жаман сезінгенің үшін жек көргеніңді тоқтатасың. Джордж Оруэлл тұмсығының астында жатқан нәрсені көру үшін үнемі күресуің керек деген. Стресс пен мазасызданғанымыздың шешімі тұп-тура тұмсығымыздың астында жатыр. Ал біздің оны көруге мұршамыз жоқ. Себебі порно мен істен шыққан тренажер жанамасын көрудеміз. Көркі мен мүсіні келісті сары шашты аққұба сұлудың неге құшағыма ала алмаймын деп бас қатырудан қолымыз босамайды. Интернетте бірінші әлем проблемалары жайы әзілдесеміз. Ал шын мәнінде біз тапқан табысымыздың құрбанына айналдық. Бүгінде жұрттың жағдайы жақсарса да, барлығының үйінде плазмалық теледидар бола тұра, немесе азық-түлік үйіне дейін жеткізу тапсырыс бере алатынына қарамастан, соңғы 30 жыл стресспен, беймаза жабығумен, депрессиямен байланысты денсаулық проблемалары күрт артқан. Біз енді материалдық емес, рухани дағдарысты бастан кешудеміз. Түкке тұрғысыз мәселелер мен мүмкіндіктердің көп болғаны сонша, тіпті неменеге қол сілтеу керегін білмей қалдық. Біздің білетін, көретін нәрселеріміздің саны көбейіп кеткендіктен, өзіміздің талабымызға сай келмейтінімізді, мінсіз адам болуға лайықты емес екендігімізді біліп жатырмыз. Бәрінің керемет еместігін анықтайтын әдістердің де саны шексіз. Осының бәрі бізді іштей жегідей жейді. Себебі соңғы бірнеше жылда Facebook парақшасында 8 миллион рет бөліскен. Қалай бақытты болу керек деген жазбаның өзі дұрыс емес. Оның не үшін дұрыс емес екені ешкімнің санасына кіріп те шықпайды. Барынша позитивті болуға ұмтылудың да өзі негативті тәжірибеде. Бұл парадокс болса да, өзіңнің негативті тәжірибенді қабылдау да позитивті тәжірибе. Расында, миыңды айналдырып жіберетін сандырақ дерсін. Сондықтан санаңды сілкіп алып, мынаны қайта оқуға 1 минут уақыт беремін. Позитивті тәжірибе алу – бұл негативті тәжірибе. Негативті тәжірибені қабылдау – позитивті тәжірибе. Бұл философ Алан Уотстың кері заңы деп атайтын, үнемі өзіне көңілін толып жүруге ұмтылған сайын, соғұрлым өзіне көңілін толмайтын болады. Өйткені бір нәрсеге ұмтылған сайын, ең әуелі сол нәрсенің жетіспейтінін білдіреді деген идеясы. Жанталасып бай болғың келгеннен сайын, шын мәнінде қанша ақша тауып жатсаң да өзіңді кейде бейшара сезіне бересің. Тартымды әрі қалаулы болуға өршелене ұмтылған сайын, шын келбетіне қарамастан өзіңді сүйкімсіз көре бастайсың. Бақытты әрі сүйікті боламын деп жанталасқан сайын, айналаңда кімдер болса да жалғыз әрі үркек адамға айналасың. Рухыңды тазартуға тырысқан сайын, соған жетем деп өзімшіл шалағайға айналасың. Бірде үйге келе жатып ішкен дәрінің әсерінен алған жүрген сайын, үйім менен алыстап жатқандай көрінді. Иә, мен бақыт жайлы философиялық тұжырымды жасау үшін LSD галлюцинациясына айналдым. Не ойласаң, соны ойла. Философ-экзистенциалист Альберт Камю айтпақшы: бақыттың неден тұратынын іздеуді тоқтатпасаң, ешқашан бақытты болмайсың. Өмірдің мәнін іздесең, ешқашан өмір сүрмейсің. Жай ғана еш нәрсеге әуреленбе дей салу керек. Қазір маған Марк мұның жақсы жаңалық екен. Бірақ сонша ақша жинап жүрген Камароны қайтем? Өзімді аштықпен қинап жеткен сұлу мүсінімді ше? Тренажерға қыруар ақшам кетті ғой. Өмір бойы армандаған көл жағасындағы зәулім үй не болмақ? Егер мен бұларды ойласам,
әрекет етпесем, онда қолым түкке жетпейтін олай болғанын қаламаймын. Солай емес пе, дейтіні анық. Сұрағаның жақсы болды. Кейде онша елемейтін жүрген нәрсенің орайы тез келетінін байқаған боларсың. Осы табысты болмайды ау деп жүрген адамның дәл сол нәрседен табысқа кенеліп жатқанын көңіл бөлген шығарсың. Жалпы кейде түніліп, құрысын деп қол сілтеген сәтте бәрінің орнына келе қалғанын аңғардым ба? Сонда қалай болғаны? Кері заңның қызығы. Ондағы кері деген сөз бекер айтылмаған. Құрысын деп қол сілтеу кері бағытта жұмыс істейді. Егер позитивке ұмтылу негатив болса, онда негативке ұмтылу позитив тудырады. Жаттығу залындағы бірнеше сағат азапқа түскенің денсаулығыңды жақсартып, күш-қуатыңды толтырады. Ал бизнестегі сәтсіздік табысқа жету үшін ненің керек екендігін жақсырақ түсіндіреді. Парадокс шығар. Бірақ сенімсіздігін ашық қабылдау сені айналандағыларды үйіріп әкететін сенімді адамға айналдырады. Ашық айталас нәтижесі қарым-қатынастағы үлкен сезім мен құрметке ықпал етеді. Қорқынышың мен мазасызданғаннан сергелдеңге түсу саған батыл әлі табанды болуға мүмкіндік береді. Осылай жалғастыра беререм. Бірақ не айтқым келгеннің өзін де түсінген боларсың. Өмірдегі құнды нәрсенің бәріне соған байланысты негативті сезімді еңсерумен жетеміз. Негативпен қашу, оған жоламау немесе үнін өшірудің кез келген талпынысы кері әсер береді. Азаптан қашу, азаптың бір түрі. Күресуден қашу да күрес. Сәтсіздікті жоққа шығару сәтсіздік. Ұят нәрсені жасырудан өзі ұяттың бір түрі. Азап ауру бұл өмір түйінінің үзілмес жібі. Оны суырып алу мүмкін емес. Суыру былай тұрсын, ондай жағдайда сұмдық апат болады. Суырсаң бітті. Сол бір тал жібін ғана емес, қалғаны да сөгіліп кетеді. Азаптан қашуға тырысу, азап үстіне азап қосу. Керісінше, егер азапқа көңіл бөлмей жүре берсең, сені тоқтату мүмкін болмайды. Өмірімде мен де біраз нәрсенің соңына жүгірдім. Мән бермей қолымды сілтеген кездер де көп болды. Әлгі өзім жете алмаған жол секілді қолымды сілтеген жайттар да маңызды болды. Мүмкін сен де өз өмірінде бәріне қолы бір сілтеп, кейін таңғаларлық іс тындырған адамдарды кездестірген боларсың. Өзіне де бір кездері кейбір нәрсені құрып кетсінші деп тастап кетіп, кейін сол істің биік белесіне көрінген шығарсың. Ал өзіме келсем, интернет бизнесті бастау үшін 6 аптадан кейін қаржы саласындағы күнделікті жұмысымды тастап кеттім де, бәріне бір қол сілтеудің даңқ залындағы құрметті орынға жайғастым. Дүние мүлкімнің біразын сатып, Оңтүстік Америкаға аттанып кеткенде де солай болған. Тақырға отырдым ба? Жоқ, жай ғана бардым да істедім. Мұндай желікпе сәттер сенің өміріңді көбірек айқындайды. Мансап жолындағы кілт бұрылыс, колледжі тастап, рок тобына қосылу, мойнына әбден мініп алған жатып ішер жігіттерді тастап кетуге шешім қабылдау тағы сол сияқты. Қолды бұл сілтеу өмірдің ең қорқыныштысы, ең қиын сынағын елемеу, оған сынбау, шынында да әрекет етеді. Бір қарағанға қиындыққа қолынды сілтей салы оңай көрінгенмен, оның жасырған бір сөмке бурритосы бар. Мен тіпті бұл сөйлемнің нені білдіретінін де білмеймін. Бірақ мейлі, маған бәрі. Бір сөмке буррито деген құлаққа жағымды естіледі. Сондықтан соны алып жүре берейік. Көпшілігіміз өз өмірімізде осылай қолды бір сілтеп кете беруге болатын жағдайларға ашуға бой алдырамыз. Артық ақшаны 5 тиындықтармен қайтарған жанармай бекетінің дөрекі жұмысшысына бұрқан-тұрқан боламыз. Теледидарда өзімізге ұнаған шоуды көрсетпей қойса да шырт ете қаламыз. Тіпті түкке тұрғысыз нәрсеге әріптесіміз керемет өткен демалысымыз жайлы сұрамай қалса, оған да жатып кеп ашуланамыз. Бұл кезде біздің несие қартамыз түгесілген итімізге дейін бізді жек көреді. Жасөспірімдер ваннада метамфетамин әуестікеумен әуестенсе, ал біз қайдағы бір 5 тиындықтар мен Everybody Loves Raymond шоуына қатысты қызыл кеңірдек боп жатамыз. Міне көрдің бе, мұның қалай жұмыс істейтінін.
Сөйтіп жүріп бір күні өлесің де қаласың. Бұл айдан анық нәрсе жоқ. Тек ұмытылып бара жатсаң, есіне салып қояйын дегенім. Ерте ме кеш пе сен де басқалары да о дүниеге аттанады. Көл мен жердің арасындағы қысқа ғана уақытта сен аз ғана нәрсеге қол сілтеп кете аласың. Шын мәнінде тым аз нәрсеге. Ал егер көрінген нәрсеге долданып, ұрқан-талқан болып жүрсең, түбі жынданып тынасың. Бәріне қол сілтеудің шебер өнері бар. Бұл тұжырымдамада орынсыз көрінсе де, мен әсер адамша сөйлесем де, мұнда айтып жатқан нәрселер негізінен ойынды қалай тиімді жинақтауға және басты мәселеге басымдық беруге болатынын үйретеді. Яғни жеке құндылықтарға сүйеніп өзің үшін маңызды және маңызы жоқ нәрсені тауып тыңдау. Бұл өте қиын. Бұған жету үшін тұтас ғұмырлық тәжірибе мен тәртіп керек. Соның өзінде сәтсіздік қайта-қайта алдынан шығады. Десек те бұл адам өміріндегі ең лайықты күрес шығар. Тіпті адам өміріндегі жалғыз күрес те осы болуы мүмкін. Егер үнемі әр нәрсені ойлап, өзіңді қоярға жер таппай жүрсең, онда бақытты болып, өне бойы жайлылықта тұруым керек. Бәрі мен ойлағандай болуы қажет деген ойдан арыла алмаймыз. Бұл ауру. Ол сені тірідей жеп қояды. Сен әр бақытсыздықты әділетсіздік, әр қиындықты сәтсіздік, әр ыңғайсыздықты қорлау, әрбір келіспеушілікті сатқындық деп қабылдай бастайсың. Басының қауашағындай кішкентай тозағына қамалып, күмән мен мақтан отына шыжғырылып, тұзағын айналып жүре бересің. Адамдардың көбі бәріне қол сілтей салатын адамды елестеткенде еш нәрсемен шатағы жоқ. Теңіздің суы тобығынан да келмейтін, жер қозғалса да қозғалмайтын адамды елестетеді. Ештеңеге таңғалмайтын, ештеңенің алдына бас имейтін жанды көз алдына әкеледі. Еш нәрседен эмоция сезінбейтін және маңызын түсінбейтін адам психопат. Ал сен неліктен психопатқа еліктегенің келеді? Түсінсем бұйырмасын. Сонымен, бәріне қол сілтеу деген нені білдіреді? Бұл мәселені анықтауға көмектесетін 3 қулықты қарастырайық.